Ассаламуалейкум, ардақты алаш жұрты, құрметті ұлы көшке мүдделі қауым және тіркелмеген Атамекен партиясының мүшелері. Келіп жеткен қадір түні жасаған дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Алла тағала осы Рамазан айындағы жасаған барлық құлшылықтарыңызды қабыл етсін. Әрбір отбасыға амандық, саулық тілеймін. Құрметті әлеумет, құрметті қауым, өздеріңіз көріп жатқандай, міне бір қиындау кезге келіп тұрмыз. Еліміздің әр түкпірлерінде толқулар болып жатыр. Біздің мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин бас болып жасаған саяси реформа осыған дейін жасалған қымбатшылық мәселесін, жұмыссыздық мәселесін, әділетсіздік мәселесін шеше алған жоқ. Жанармайдың қымбаттауы, Жаңаөзендегі жұмыссыздық біздің еліміздің наразы көңіл күйін күшейтіп жатыр. Мен барлық жасалған реформаларды жоққа шығарушы емеспін. Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев, өздеріңіз білесіздер, өткен жылдың 16 наурызында осы саяси реформаның басым бағыттарын белгілеп берген болатын. Соның ішінде ерекше бір сөз айтқан болатын, естеріңізде болса. Мен халқымның ертең емес бүгін бақытты болуын қалаймын деген болатын. Бұл өте ұлы сөз. Барлық жасалған саяси реформаның өзегі осы сөз болуға тиісті еді. Өкінішке қарай біздің жігіттеріміз, президент сеніп жұмыс тапсырған азаматтарымыз президенттің осы сөзінің үдесінен шыққан жоқ. Міне соның кесірінен осындай жағдайлар болып жатыр. Әрине, мемлекет болғаннан кейін бұндай жағдайлар болып тұрады ғой. Я, болып тұрады. Оны шешуге болатын еді. Бірақ осы неден болды, не үшін болды деп жауапкершілікті алып жатқан бір адамды көрмейсіз. 2011 жылда осындай Жаңаөзенде жағдай болған болатын. Қан төгіс болған болатын. Соның бүкіл себебін, салдарын, бәлесінің, жаласының бәрін анау Түркменстаннан келген, Қарақалпақстаннан келген қандастарымызға жауып, Құлыбаев деген сытылып, құтылып кеткен болатын. Біз содан сабақ алмаптық. Міне президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев келіп, жаңа Қазақстан құрам деп жатыр. Екінші республика деп жатыр. Қайда сол? Міне соның басы қасында сол Ерлан Қарин мырза жүрді ғой. Осының бәрін түсіндіріп жасаған болатын. Бізді иландыруға тырысқан. Біз соның нәтижесін көреміз деген болатынбыз. Сол 11 жылғы жағдай міне 23 жылы тағы қайталанып жатыр. Осы жолы Жаңаөзенде үлкен толқу болды. 70-80 адам Астанаға келіп жатып алды. Жұмыссыздықтың тәсірінен мұнайшылар. Соларды полиция малға ұстағандай апарып, сүйреп апарып қамады. Солар екен бүкіл Батыс аймақ, Маңғыстау өлкесі атып түрегелді. Көшеге шығып кетті. Бір сағатқа қалған жоқ, бәрін босатуға мәжбүр болды. Демек, мемлекетте бұндай басқару болмайды. Бұл орта ғасырлық басқару. Бұл әкімдер шешетін, заңмен шешетін мәселе болатын. Демек, соныңда салдарын, сонында міне Әлібек Асқаров деген жазушының аузынан мақала жаздырып, шеттен келген ағайындар ушықтырып жатыр. Осы мәселені деп, жергілікті қазақ пен биліктің арасында от жағып жатыр, орындалмайтын талаптар қойып жатыр деп, тағы да бәле-қазаның бәрін сол қандастарға жауып жатыр. Бұл жақсылықтың нышаны емес. Сондықтан қасиетті Рамазан айы аяқтасып келе жатыр, құрметті ағайын. Сабырлы болайық. Мен президентіміздің бір сілкінетініне сенімдімін. Айналасын тазалайтынына, бұл тығырықтан бізді алып шығатынына мен 100% сенімдімін. Бүгін қадір түнде тілек тілеңіздер. Президентіміз аман болсын, елімізде тыныштық болсын. Мен де тілеймін. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Жақсы күндерде кездесе берейік, ардақты ағайын. Тілеген құлшылықтарыңыз қабыл болсын. Құрметпен, Ауыт Мұқибек.